Менің есімім Меруерт болады. Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен жалпы өзім биология пәні мұғалімімін. Сонымен қатар 5-ші сыныптағы жаратылыстану пәнінен беремін. Бүгін мен сіздерге осы ноутбук LM тақырыбы бойынша сабақтарымды жалғастырғым келіп тұр. Себебі мен осындай форматтағы презентация жасаудың жолын таптым. Мен сіздермен бөліспесем болмайды бұны. Мына қарасаңыздар, бұл презентацияның ерекшелігі неде? Себебі бұның суреттерінде мынаның дизайнда өте күшті жасалған, және суреттері де өте қызықты. Оқушыға қарап отырып мынаны сабақты түсіндіріп жатқаныңызда оқушы мына презентацияға кәдімгідей басымен кіріп өте қызықтап отырады. Міне тағы да бір версиясы жануарлар әлеміне саяхат, көп түрлі құпиялары тоже 5-ші сыныптың жаратылыстануына байланысты жасалған. Енді мен сіздерге осындай өте қызықты суреттермен қалай осы ноутбук LM арқылы жасау керек екенін бүгін көрсететін боламын. Жалпы мен сіздерге ноутбук LM'ді қалай қазақша аударып, қазақ тілінде презентация жасаудың жолын мен өзімнің каналымда алдыңғы видеоларда көрсеткенмін. Сіздер оны менің каналыма кіріп, іздеп табыңыздар. Болмаса мына жерге мен қазір қойып қояйын. Енді қараңыздар, кәдімгі ноутбук LM'ді қазақшаға аударылған версиясы. Кәдімгі бесплатный, ешқандай ақша төленбеген версиясын қолдана беруге болады. Міне менде бірақ ақша төленген версиясы да бар. Ол кәдімгі Gemini мен байланысты ғой ноутбук LM, сол үшін мысалы Gemini'ға төлесеңіз, ол ноутбук LM'ға да кете береді. Себебі бұл Google аккаунт арқылы жұмыс жасалады. Ол мені қымбат емес, мен 2400 теңгелігінің версиясын ғана алған болатын. Енді қараңыздар, мен осындай әдемі суреттермен жасаудың жолын таптым. Ол дегеніміз кәдімгі документальный фильмдер болады. Бүгін мен биологияға емес, өзім мынандай космосқа байланысты бір сондай қызықты тақырып алайыншы деп ойладым. Енді қараңыздар деген сөзді жиі айтып отыр екенмін. Енді егер мен соның бір жолы документальный фильмдер арқылы сілтеме қою. Не себепті? Себебі осындай фильмдерде суреттер өте әдемі болады, жарқын болады, кәдімгідей шынайы болады. Себебі мысалы жануарлар туралы жасаған кезде мен жануарлардың кәдімгідей документальный фильмдер болады, баяғыда телевизорда отырып көретін, жаңағы жануарлар бір орманның ішіне кетіп баратады, бір өзінің жауын аңдып отырып, сөйтіп отырады. Сондай жыртқыштық, жаңа симбиоздық, мутуализм туралы тақырыптар іздеген кезде мен арнайы сондай документальный фильмдерді іздеп отырып жасаған болатын, жаңағы презентацияларымды. Мысалы ерекше жануарлар, unique animals деген сияқты. Егер сіздер ағылшынша білмейтін болсаңыздар, мен енді ағылшынша чтобы андай жақсы ақпараттар көбірек шығу үшін ағылшынша көп іздеймін. Бірақ егер ағылшынша білмейтін болсаңыздар, переводчикке салып аударсаңыздар болады, болмаса орысша жазай беруге де болады. Себебі орысшада жақсы видеолар шығады. Дегенмен де қазақ тіліндегі видеолар көп шыға бермейді, иә. Жақсы, мен көп сөйлемей қояйын, енді іске кірісейік. Мына жерде мен бір жақсы видеоларды таңдап көрейін, қандай видеолар бар екен. Мына жерде бір бағана бір видеоны көріп едім. Міне мына видеоны көрейін. Орыс тіліндегі видео екен. Или жоқ, ағылшын тілінде ғой деймін, просто несі орысша болып тұр. Сілтемесін аламыз, копировать дейміз. Мен сіздерге өткенде көрсеткен, мына жерде деректерді қосу, веб-сайттар дегенге кіреміз. Енгізу. Енді қазір мына жерге сол туралы ақпарат шығады маған. Енді тағы да 1-2 видео тауып көрейін. Егер не үшін ағылшынша, мысалы кәдімгі BBC нандай официальный нандай кәдімгідей андай қалай айтсам болады, жай ғана каналдар емес, кәдімгі официальный медиалар ма, қалай айтады өзі, сондайлар жасаған видеолар арқылы тауға болады да. Осыны ағылшынша іздесеңіз, жаңағы американский, европейский дейма, білмеймін, BBC, кажется, американский, американ несі ғой, каналы ғой, иә. Мына жерде қараңыздар, бұл дереккөз жерден басталып бақыланатын ғаламның шетіне дейін ғарыштық ауқымды сипаттайтын таңғажайып саяхатты ұсынады дейді. Құс жолы туралы деп айтып тұр. Тағы екінші видеоны салдық, тағы 1-2 видео салып жіберейік, енді қызықты. Кішкене ортасында несі болу керек, андай байланысы, иә. Міне наны көргім келіп тұр мен. Space, жаңағы біздің
әлемнің құпиясы деген тақырыпта екен. 1,5 сағат болатын. Осыны көрейін тағы да. Міне осы 3 видео менің ойымша жетеді деп ойлаймын. Тағы көрейін, бір. Міне мынандай бар екен. Болды, менің ойымша осы 4 видео жетеді. Одан басқа ақпараттар өте көбейіп кететін сияқты. Енді мынаның кішкене обновление жүргізіп жіберейін. A Journey Through the Cosmic Ocean дейді. Міне, бұл мәтіндер соңғы 50 жылдағы ғарышты игеру мен астрофизикадағы түбегейлі өзгерістерді сипаттайды дейді. Миссиялар жетсе техникалық қиындықтар егжей-тегжейлі баяндалған, қара материя, қара энергия және сияқты ғаламның тылсым құбылыстарын іздеу адамзаттың қадамын саралайды. Өзге ғалам. Мына жерде кішкене тек қана ғалам туралы емес, андай бір өзге ғаламшарлықтар туралы да сондай ақпараттар бар екен. Енді қызықтырақ шығар. Мына жерде енді өзіңізге тағы 1-2 қызықты ақпараттар бүйтіп қосып или болмаса мына жерде деректер қосып жіберсеңіз болады. Енді презентация жасаудың жолын мен сіздерге көрсеткем өткенде, мына жер English деп тұра береді. Осыны ала бересіз. Толық презентация деген тұра береді. Енді бұған қандай тақырып қояйық, мысалы, или болмаса бүйтіп жаза берейік. Маған осы тақырып бойынша қазақ тіліндегі жаңағы креативный деп қояйын да өзімше. Креативный, қызықты, өте ерекше, өзіңіз білесіз ғой қалай жазсаңыз, жақсы суреттерімен сондай бір назарды бірден аудартатын қазақша презентация жасап бер. Берілген материалдарды жүйелеп бер. Қызықты ақпараттар мен қызықты сұрақтарын қойып бер деп қояйын да. Талқылау сұрағы болсын, мысалы. Соңында қазақша жасап бер. Енді қазақша жасау үшін бірнеше рет қазақша жаса бер. Қазақша керек. Маған тек қана қазақша жасап бер деп. Қазақша тек қана қазақша деп жазамыз деп мен сіздерге өткенде үйреткем. Енді 1-2-3 минуттай күтеміз. Презентациямыз дайын болды, бірақ кішкене ұзақ уақыт алды. Ғаламның жұмбақтары мен жаңалықтары, адамзаттың ең ұлы ғарыштық саяхаты тақырыбында жасап берген. Мына жерде дискуссия сұрағын қойыпты қысқаша. Мына жерде қызықты деректер, мына жерде талқылау сұрақтарын қойыпты. Міне. Мына жерде 2 түрлі жаңағы телескопты, Хаббл ғарыш және Джеймс Уэбб дейді. Телескопы, 2 түрлі телескопты салыстырған. Мына жерде күнге саяхат, Паркер зонды күнге ең жақын барған алғашқы адамзат құрылғысы дейді. Мынау туралы жазылған ғой, міне. Қызықты дерек. Мына жерде бұл миссия құйрықты жұлдыздардың тіршілігінің құрылыс материалдары дейді. Сосын тағы ең алысқа ұшқан елшілер туралы дейді. Сирек кездесетін мүмкіндік. Міне осындай қызықты деректермен суреттері де бұлай әдемі жасалған деп ойлаймын енді. Бозғылт көк нүкте талқылау үшін, мені талқылау сұрақтарымен деп жазған ғой. Осылай әр жерге талқылау сұрақтарын қойып. Қараңғы материя біз көретін жұлдыздар мен ғаламшарлар ғаламның өте аз бөлігін ғана құрайды дейді. Ғарыштық айсберг беті, көрінетін ғалам. Ең қуатты күш қараңғы энергия дейді.
шок жаңалығы. Астрономия ғалымның кеңеюі баяулап емес, керісінше тездетіліп жатқанын дәлелдеді. Үстем күш талқылау үшін қойған міне ғарыштық Ольберс жұмбағы дейді. Тоже қызықты деректер. Жоғалып кеткен ғаламшар дейді міне. Бөтен ғаламшарлық ақыл ой. Радиотелескоп туралы айтылған екен. Мына жерде шкала дейді, Кардашов шкаласы өркениеттер деңгейі. Ғаламшарлық, адамзат білімі, жаңалықтар көкжиегі. Мына жерде жаңалықтар туралы айтылған екен. Мына жерде біз ғаламда жалғызбыз ба? Құпиялар ашылғанда не болады? Ең үлкен жаңалық алда ма деген қызықты сұрақтармен осындай презентация жасап беріпті. Менің ойымша жасанды интеллект үшін мына өте жақсы презентация шыққан деп ойлаймын. Жақсы әріптестер, бүгінгі ноутбук LM сабағы аяқталды. Енді осылай эксперимент өздеріңіз жасап көптеген қызықты презентациялар жасап үйрене аласыздар деген үміттемін. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Сонымен қатар өздеріңіздің жасаған жұмыстарыңызбен бөліссеңіздер болады.